Сәлем достар. Бір жасағынан керемет болып шығатын өте жұмсақ булочка дайындаймыз. Мінекей өте үлпілдек болып шықты. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізді құрақ ыдысымызға құйып, үстінен шекерімізді салып, одан соң жұмыртқамызды қосамыз. Біркелкі болып шекеріміз араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті заттарды төменде описанияға жазып өттім. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Менде осы рецепт бойынша 15 дана булочка шықты. Егер сіздер көптеп жасағыларыңыз келсе, 2-3 есеге көбейтіп жасай берулеріңізге болады. Мінекей ешқандай миксерді қажет етпейді. Араластырып болған соң аздаған аштығымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Алдын ала елеусінен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке салып араластырып аламыз. Ең алдымен осылай араластырып, одан кейін қолдың көмегіменен өте жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей дәл видеодағыдай етіп өте жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы кезде үстінен майымызды құйып, қамырға майымыз сіңгенше жақсылап қолымыздың көмегіменен жұмсартып жасап аламыз. Мінекей осындай өте әдемі қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағат көлеміне қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым ашыды. Аздаған ғана ұн сеуіп, ұнның көмегімен майда бөлшектерге бөліп аламыз. Көбін қажет емес, кішкене ғана бөлсеңіздер жеткілікті. Қамырымыз өте жұмсақ болып тұр. Осылай 15 бөлікке бірдей етіп бөліп шығамыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабысатын болып шығады. Мінекей барлығын біркелкі бөліп алдық. Енді дәл видеодағыдай етіп дөңгелектеп аламыз. Мінекей қамырымыздың барлығын осылай дөңгелектеп алдық. Енді бетін жауып қойып, шетінен алып жая береміз. Құрамында май қосылғандықтан ешқандай ұнның көмегінсіз жайыла береді. Мінекей осылай жайып шығамыз. Арасына өз талғамдарыңыз бойынша варенье қоссаңыздар, варенка қоссаңыздар болады. Мен варенье пайдаландым. Өрік вареньесін қостым. Дәл видеодағыдай етіп, осылай қатты етіп, шет-шетін жабыңыздар. Сыртқа қарай шығып кетпеуі қажет. Мықтап жабыңыздар. Мінекей осылай орап, барлығын біркелкі етіп орап шықтым. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста пісіріп алдым. Осындай өте әдемі булочкалар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.